Біз негізі Таиландқа Пхукет аралына шолуды өзгеше қылып жасаймыз деп шештік. Барлығы сияқты мына жерде демалуға болады екен, мынандай жер екен, мына жер әдемі екен деген сияқты шолу емес. Біз өзгеше қыламыз. Elzat мұқаш мұнаны бір қараш. Бұл не деген сұмды көзіңді аш қараш. Бұл Elzat мұқаш басында үлгі шаш. Қазақтың бір жанашыр баласы, ал кеттік сынға салайық халайық. Мен бір-екі күнде Таиланд мәдениетін, таиландтықтарды қалай сыйлап, жақсы көргенімді білмей қалдым. Оның бәрі ненің әсері білесіздер ма? Ол біріншіден сол ұлт өкілдері өзінің мәдениетін жақсы көрудің арқасында. Яғни, олар ұлттық құндылықтарын сыйлы жерге қойып, ұлттық құндылықтарын өзінің ғимараттарында, дизайнда, барлық жерде көрсету арқылы туристер еріксіз солардың мәдениетін жақсы көріп кетеді екен. Яғни, былай қарайтын болсаңыздар, ескі құсқы ғимараттың өзінде өздерінің ескі бұрыннан келе жатқан мәдениеттерін көрсете алады. Көптеген жерде, мысалы анандай піл, кіребершеттің оюларын көптеген жерде кездестірдім, біздің қобызға ұқсап тұрған силуэт. Ең қызығы бізде Қазақстанда керісінше жағдай. Біздің үкіметте, халықта өзінің мәдениетінен ұялатын сияқты бар ғой. Оюларымызды қай жерден кездестіреміз? Мен алдында көрсеткен роликтегіндей, не жердің астында, метро, жер асты өткінші, немесе қоқыс жәшіктерінде. Яғни, бұл еріксіз туристерді сол мәдениетті жек көруге арналған ба, әдейі жасала ма? Өйткені мына жерде ұлттық құндылық міне, піл, ал қоқыс жәшігі міне. Қоқыс жәшікке пілдің сурет салудың қажеті жоқ екенін олар былай-ақ түсінеді. Бізге сондай түсінік қашан келеді екен? Мынандай құндылықтар бар ғой, тұрған сияқты храм дейма, не дейді, алтар дейма, сондай нәрселерді мына жерде бейнелеген өте бір құрметті, әдемі орындарға қойып не қылады екен? Өзінің құндылықтарын біздің Қазақстанға қарағанда құндылықтарын қоқыс жәшікке бейнелеп емес, осындай ең әдемі жерге орналастырады екен. Қанша жерден мұсылман немесе буддист болса да өздерінің ұлттық құндылығын, ұлттық стилін бәрі бірде сақтап қалады екен. Яғни біз мұсылманбыз, араб стилін қолданамыз деген ұғым жоқ. Ол да бір керемет, сол үшін де бір лайк қойсаңыздар болады. Білмейтіндерге Таиландта негізі екі ұстаным бар. Біреуі ислам, екіншісі буддизм. Қарапайым көшедегі, қарапайым кафеде мынандай қарапайым қабырға бар екен. Сол қабырғада көптеген мемлекеттің ақшалары жабыстырылған екен. Былай қарадым, бірақ Қазақстанның валютасы жоқ екен. Сондықтан Қазақстанның ізін мына қабырғада қалдырып кетеміз. Біздің теңгеміздің алды мен арты қайсысы өзі? Мына арты, мына алды. Пхукет аралының төрінде біздің теңгемізде тұратын кез келді. Анау жерді қараш, ана жер. Электриктің қорқыныш түсіне кіретін заттар сияқты ғой. Кішкене айта кетейін, ол қалай, неден солай болатын. Ана жер тағы да түсірші. Таиландтағы ауа райы өте ылғал. Яғни 5 сантиметр жерді қазатын болсаң, оның астынан су шыға береді. Өйткені бұл жерде тропикалық климат, үнемі жауын шашын. Қазақстан сияқты жердегіндей нелер шешімдер жоқ кабельді. Кабельді мысалы Қазақстанда жердің астымен көбінесе жүргізеді. Ал бұл жерде көбінесе осылай жердің үстімен жүргізеді. Өйткені жердің астында тұрса ол шіріп, немесе басқа бір нәрселермен бұзылатын болады. Сондықтан осындай қылып жасау керек. Ал бұл жерде ілініп тұрған кабельдердің көбісі қазір қолданылмайтын кабельдер. Өйткені оны мысалы біреу арендаға алып өзіне тарта салады, сөйтіп қалып кетеді. Оны кім шешіп жатады, қайсысы істеп жатыр, қайсысы керек емес.
Сондықтан осындай қоқыстар болып жатады. Отырғаным осы еді. Сөйтіп қарасам өзі анаша шегіп отыр екен. Маған да соны ұсынып отыр. Шегесің ба деп. Полициямен проблема жоқ дейді. Police, no problem. No problem. Open. Open? Good. Достар, өздеріңіз ойлаңыздаршы. Жана анаша шегуге рұқсат берілген. Көшеде отырып анашаны шеге бересіз. Бірақ электронды құралды шегуге рұқсат жоқ. Мен негізі темекі шекпейтінмін. Тек жаңағы вейптар бар ғой, электронды құралдар. Сондай шегетін. Маған қазір қиын болып жүр ондайсыз. Ондаймен ұстаса 3 жылға бас бостандығынан айырады екен. Lady beautiful? Естуатсың ба? Қазақстан қыздар әдемі дейді. Сосын біздің алдымыздағы Пхукеттегі ең байлардың үйі, жай үй емес, меніңше олардың деңгейінде бұл вилла болып саналады. Қанша жерден сенің жерің болса да, біздің қазақтар сияқты биік шарбақтар мен үйін бәрін жауып қоятын әдеттері жоқ. Ол жайлы да мен видео түсірген болатын. Ол негізі үлкен қателік біздің қазақтардың жасайтыны. Әдемі үй жасайттағын одан кейін 3-4 метрлік шарбақпен жауып қояды. Бүкіл әдемілікті жауып, одан кейін жаяу жүргіншіге бөгет кәдімгі қабырға. Мына кісінің қасында жүрсем бір GTA-да жүргендей сезінеді кезін. Мынау арнайы суретшілердің көшесі екен. Суретшілер көп. Қазір бағасын сұрап, біздің бағамен салыстырып көрейік. Өйткені өздеріңіз білетіндей, мен бірінші жоғары оқу орныммен суретші мамандығын бітірген болатынмын. Осыдан кішкене болсын хабарым бар дегенім ба? How much? 6,500? 6500 дегеніміз 70.000 теңге дей ғой, 70-75.000 теңге дей. Тым қымбат емес. Бұлай айтқанда Алматымен салыстыратын болсақ, бірдей баға негізі. Өнерді бағалауы бірдей екен. Біздің Қазақстанда жаяу жүргіншіге мүлдем құрмет жоқ деп қоямыз. Қазақстанмен салыстырғанда мына жерде жаяу жүргіншіні құрметтемек түгіл, оны байқамайды да. Кәдімгі заңды жаяу жүргінші переход болса, ол жерден өту үшін сен рұқсат сұрап, өткіз жіберсе рахмет айтып өтесің. Мұн жақта бензинге келетін болсақ, 35 бат 1 литр тұрады дейді. Ол қанша болды сонда? 35 400 теңге дей. Мә, біздікіне қарағанда 2 есе қымбат екен. Мұн жақта Тайланд мектебі күште, өзінің стилінде жасалған мектептің өзі. Ана көрсеңіздер, балалар біздікіндей Европаның костюм шалбарын киіп жүрген жоқ. Өздерінің формалары бар арнайы. Ол да бір лайк, ол да бір плюс. Бұл жерде ең қатаң жаяу жүргінші пешеход сияқты. Өйткені өтіп бара жатсында барлығы күтіп тоқтап тұр. Өйткені бұның жанында мектеп бар. Оның үстіне бір байқаған жүріңізді көрсем. Бұл жерде көбінесе пешеходтың знагы мүлдем еш жерде жоқ. Ал мына жерде бар екен. Екі ақ полосалы жолға мынандай үлкен қойыпты. Өйткені ол мектеп оқушылары болғаннан кейін шығар. Бірақ знакта қартты салып қойыпты. Ол қалай болды? Сосын Тайландта индрайвер бар екен, өзіміздің индрайвер. Саха бауырларымыз, якуттардың ашқан компаниясы бұл жерде де жұмыс істейді екен. Мысалы ретінде біз индрайвермен де қарадық, қанша шығатын 2 есе қымбаттау екен. Сондықтан
осымен жүргенді жөн көрдік. Оның үстіне бұл өте тиімді. Былай қарасаң, бұның моторы ары кетсе мотоциклмен бірдей ақ жейді. Бірақ салмағы жеңіл болғандықтан оның күші өзіне жеткілікті. Сол үшін бұндай көліктер бұл жерде өте көптен кездеседі. Тайландқа өте ыңғайлы. Бізде де бұндай болсын дейсің да шіркін, бірақ бұндай нәрсе қыстың күндері жүру өте қиын. Оның ішінде ешқандай жылу жоқ. Жай ғана жаңбыр жауған кезде мынандай нәрсені жаба саласың. Сондай? No. Мыналар менің туымды сатып алам деп жатыр. Өлсем де 100 баксқа сатып алам дейді да. Өлсем де бұны $1000 беріп жатса да сатпаймын қазір. Анау тайландтық жігіттерге көрсетші. Темекшіге күшті отыр да, анандай өлеңге күшті кететін сияқты. Mi nắng đen là ta kiên nắng xuân, mi nắng xuân là ta kiên nắng đen. Nó cũng mấy làng ta cũng thằng mừng muôn, chỉ cũng mấy muôn ta cũng yang mi. Орысша сөйлейді екенсіз, қазақша сөйлемейсіз ба? Russian? Чуть-чуть. Достар, мен айтайын дегенім, көптеген жерде туристерді көрсе, орысша сөйлейді. Оған себепші тек орыстар ғана емес, өзіміз сияқты қазақ, қырғыз, өзбек бауырларымыз осы жерге келіп орысша сөйлегеннің арқасында сол орыс туристердің қатарына қосылып, көп оларға көрінгеннен кейін олар орыс тілін жаттаған, орыс тілін білген, тиімді екен, туристердің көбісі орыс екен дейді. Сондықтан өз тілімізде сөйлеп жүрейік. Мысалы, маған қазір орысша сөйлеп жатыр да, мен айтып отырмын, I not Russia. Түсінбеймін деп. No understand. Ал достар, біздің демалыста өзінің мәресіне жетті. Тайландта көптеген нәрселер ұнады. Көптеген нәрселерді біз тайландтықтардан үйренуімізге болады екен. Мысалы, жаңағы жұмысшыларды тек тайландтықтарға ғана береді. Сол нәрсені үйренсек болады. Содан кейін өзімізде тайландтықтардан артықшылықтарымыз да бар екен. Мысалы, Тайландта маған ұнамағаны ол жол қозғалысы, жүргіншіге деген дым да құрметі жоқ. Жана жаяу жүргінші жолдан ары бері өтуі өте қауіпті. Одан кейін жолдың бойынан ғана жүре аласың. Арнайы адамдарға орындар жоқ деген сияқты. Үйренетін заттар ол ең біріншіден өзінің ұлттық нақышын дизайнда және сәулет өнерінде көптеп қолданады. Соның арқасында көптеген туристер келеді. Иә, ол жалғыз ғана бір сылтау емес, Тайландқа келетін. Бірақ сол үлкен септіктерінің бірі осы ұлттық нақыштарын көрген кезде өзге жаңағы мемлекетте жүргенің сезінесің. Өйткені біз батыстан ғана көшіріп қоя саламыз, ол батыс, сосын біз жаққа қарай келгісі де келмейді. Сол сияқты көптеген нәрселерді осы роликте айта кеттім. Сіздерге тілегім келетіні осындай біздің қазақ бауырларымыз, ата-апаларымыз да барлығы осындай шетелге серуенді өзіне нәсіп етсе екен деймін. Бұйырса екен деймін, қалталары көтерсе екен деймін. Жақсылықта жолыққанша менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Өздеріңізді, ойларыңызды міндетті түрде астында комментарийға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар, достар.